Мінекейіңіздер Атомидің товарларын қараңыздар. Каждый товардың несі бағасы минимальный, а PV-лар көп болады. Сондықтан вообще бизнесқа келсеңіздер, егер бизнес жасайым, сондай деп келсеңіздер, Атомид таңдаңыздар. Неге Атомид таңдайсыздар? Таңдау керек. Потому что мынау щетка бар ғой, обычный щетка. Мынаның өзі керемет қой. Мысалы айтқанда, өзі 650 теңге тұрады бір штука. Ондай баға жоқ. PV де жақсы. Міне паста, щетка, бәрі бар, мынау керек заттың бәрі бар, үйге керектің. Өмірде адам баласына керек зат. Тамақ та бар, киім де бар. Міне, пожалуйста. Бытовой химия, міне кеңіз. Ыдыс жуатын бәрі бар, Енді қараңыздар. Мына жерде жаңа айттым ғой мен, PV, каждыйда PV-лар көп. Сондықтан PV тез жиналады. PV, личный PV-лар күймейді. Содан кейін стептар бар ғой, тез жабылады. 300-300-ден тез жиналады. Потому что товардың PV-і көп болады мұнда. Көрдіңіздер ме? Сондықтан таңдаған кезде, кәсіп жасаған кезде, сетевой бизнесті таңдасаңыздар, сетевой бизнесті, мысалы, істегілеріңіз келсе, қандай бизнесқа барам, қайсысын таңдасам екен деп ойлап жүресіздер. Егер солай ойлап жүрсеңіздер, міне Атомиға келсеңіздер, вообще қателеспейсіздер. Міне мына товардың бәрі көрдіңіздер ме? Кремнің көкесі осы жерде ғой, мынау оригинал мынау. Оригиналдың оригинал мыналар. Көрдіңіздер ме? Бұлар Атоми Южный Кореяда номер 1 мынау. Южный Кореяда номер 1. Енді қараңыз ол почему мысалы айтқан кезде мысалы неге номер 1 болып 1-ді таңдау керек Кореяда? Потому что Кореяда, міне мына жерде товарды көріп тұрсыздар ма? Мына товарды көріп тұрсыздар ма? Кореяда осынша товар сияқылды, мына количество тұр ғой, міне миллион количество. Сол сияқылды оларда компаниялар көп. Южный Кореяда осындай шығаратын компаниялар көп. И конкурентный среда ол жақта, көрдіңіздер ме? Ал Атоми сол миллион компанияның ішінен номер 1 болып тұр ғой. Көрдіңіздер ме? Неге номер 1 болып тұр? Потому что сапа бұл жерде. Сапа, баға анау сол номер 1 қылып тұр. Көрдіңіздер ме? И ақша алып жатқан кісілер көп мына жерде. Стабильный, длинный деньги дейді ғой мына жерде. Ұзын ақша, қысқа ақша емес, ұзын ақша. Самый главный, мына жерде жақсылап тұр бір сет құрып алсаңыздар сіздер, бітті ол, үзілмейді сізде. Постоянно алып тұрасыздар. Постоянно пассивный доходта тұрасыздар. Вот мәселе қайда жатыр. Міне мен сіздер куәсіздер, не Алла көріп тұр ғой, Мен Атомиға келгелі мен 6 жыл болды ма? 2019-да Атоми жоқ кезінде мен осы Атомиді Қазақстанға әкелген кісілердің біреуі мен боламын. Қолыма бір товарды стап көрмей бастаған мен осы бизнесті. Сол кезде сенген мен осыған. Ол осылай болады деп. Міне содан бері мен ешқай жерде жұмыс істемеймін. Тек қана Атомидің ақшасына күн көріп отырмыз. Тек қана Атомидің. Мен бірінші рет 10-15 сетевой компанияда болдым мен. Мен бірінші рет осындай без перерыва пассивный доход алып отқаным бірінші рет мен өмірімде. Сондықтан мен сіздерге бәрілеріңізге жанталасып, айғайлап, шулап айтып жатқаным осы мен. Сіздерге келіңіздер Атомиға, келіңіздер деп. Осы жерде істеңіздер. Басқа сетевой компанияда уақыттарыңызды кетірмей-ақ қойыңыздар. Босқа қайтып Атомиға келесіздер. Қаншама кісілер бар осы. Атомида істеп жүріп, анау шыдамдары жоқ, осыған қанағаттанбай басқа сетевойларға барған кісілер бар. Олар қайтып деп жатыр бәрі. Міне бар жоғы, міне екі-ақ ветка. Көрдіңіз, мына веткада граница жоқ, кете береді ол, кете береді. Не жоқ? Шегі жоқ мына веткалар. Ертең шегі жоқ дегенім ол бесконечно құра бермейсіздер. Құрасыздар ғой, сіздің мына партнерлар ғой. Олардың таныстары бар, туыстары бар, шетелде, ана жақта, мына жақта кете береді. Сіздер жана жақ танымайсыздар. Ана жаққа кетіп қалды, былай ол. Америка, Европаға кетіп қалды. Қытай, Кореяға кетіп қалды. Сіздер олар танымайсыздар. Сол каждый адам товар алған кезде бәрі сізге келеді. Мына жақтан кісілер товар алса, мынаның бәрі сіздерге келеді. Көрдіңіз бе? Вот, сондай бизнес жасау. Мына жерде отрыв жоқ. Басқа компанияда отрыв бар. Бір 15, 20 или 5 линиядан кейін үзіліп қалады. Ол қайтардан құру керек сетті. Көрдіңіздер ме? А мына жерде бір рет құрасыздар, бітті ол үзілмейді, кете береді. Неге кете береді? Потому что сапа, баға мына жерде конкретно роль играет. Сондықтан бизнес таңдасаңыздар сіздер, Атомид таңдаңыздар. Міне мен мынаған
міне сауда шебері дейді, мастер продаж. Осыған мен Алланың қалауымен 10 айда жеттім мен. 10 айда жеттім. Содан бері міне кетіп баратыр, мен жоғарылап алып жатырмын ақшалардың бәрін. Көрдіңіздер ме? 10 айда мынаған жеттім мен. Соцсетті білмеймін. Жаңағы продукцияны аса қатты білмеймін, мен продукцияны айта алмаймын дұрыстап. Соның өзінде мен осыған 10 айда жеттім. Представляете? Сіз егер соцсет жүргізетін болсаңыз, сіз егер продукцияны жақсы білетін болсаңыз, сіз егер маркетингті білетін болсаңыз, сіз баяғыда асып кетесіз, кетіп қаласыз ана жаққа. Ешқандай қиындық жоқ. Қараңызшы, $2000 бастадым, міне 4000, 10000 кетіп барам арға. Тік. Құдай қаласа міне мен империал мастерға барам, міне. $100,000 айына, миллион доллар премия алам. 165 квадрат офис береді маған, тегін компания. Так, секретаршыға $1,500 компания төлейді. Шопыр. Машина алам, міне 78 000-ға. Міне крау мастер болған кезде бір машина алам 64 000-ға. Империал мастер болғанда 78 000-ға бір машина алам. Зарплата для водителей. Еще менің машинамды жүргізетін адамға компания ақша төлейді. Плюс путешествие. Плюс айына $10,000 маған картама түсіп тұрады, чтобы мен партнерларыма промоушен, подарки дарил и так далее. Өзімнің поездкам, жолым бар. Көрдіңіздер ме? Компания бәрін учел здесь. Сондықтан бұған жететін компания жоқ. Болмайды да. Сондықтан құрметті серіктестер, осыдан таңдаңыздар. Босқа кетірмеңіздер уақыттарыңызды. Бір жылда мен мынаған жететін болсам, 10 айда жететін болсам, кім береді сіздерге? Ойлаңыздаршы, кім береді мынандай ақшаны, стабильный ақша? $2000 болды бірінші 10 айдан кейін. 11 айдан кейін уже бұдан асты, 12 айда мынаған кетті. Міне, көрдіңіздер ме? Сондықтан босқа уақыттарыңызды кетірмеңіздер. Мына товардың бәрі өтеді. Мына қазір бар ғой, біздің поликлиникалар бар ғой, мына жердегі. Солар айтады, Атомидан алыңдар витамин С дейді. Біреуге егер рекомендовать ететін болса, Атомидан алыңдар омега дейді. Көрдіңіздер ме? Міне көздің витамині. Міне екі көздің витамині. Чайпуэр, женьшень. Енді мына банаба деген новый женьшень. Міне мына кремдер, мынаны бір қолданған кісі бітті, все жабысады Атомиға. Потому что баға позволяет. Плюс несі, сапасы. Сапа деген не ол? Сапа деген ол результат береді. Мынаны ойлайсыздар кішкентай нәрсе деп. Мынаны результат береді. Бітті. Ол кісі, мынаны алған кісі бойш басқа жерден ештеме алмайды, только мынаны алады. Көрдіңіздер ме? Сапа деген сол. Сосын не? Как его? Атоми настолько сапалы қылып жасайды, кісілер қайта алатындай қылып жасайды. Яғни, мысалы мынау бальзам бітті ме? Қайта алады. Ол бітетін нәрсе ғой. Дұрыс па? Қайта алады. Паста бітті ме? Бәріміз тіс жуамыз, дұрыс па? Паста бітті ме? Қайтарын алады. Только Атомидікін алады, басқа алмайды. Щетка. 2-3 айда мынау тоза ма? Любой щетка, е? Атомидікін алады. Көрдіңіздер ме? Мынау кремдер, қолдың кремдер. Міне, мына офисқа келген кезде мен келіншектердің қолдарына жағам, мына біздің кремді. Бітті ғой, құлайды. Керемет екен деп алады. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты ғой мына жерде. Міне мына антибактериальный мынандайлар, губкалар, мынау микроб жинамайды. Бір аласыз, все надолго это. Мынау перчатки, мысалы, латексный, қол терлетпейді, өзі бет алып жыртыла бермейді. Ыстық су, суық суды қолыңыз сезбейді. Одан не керек енді? Порошок енді керемет енді мыналар, порошок. Сөз жоқ, сөзбен айтып жете алмайсың мыналардың бәрін. Сондықтан бизнеспен айналысқаннан кейін осындай бизнеспен айналысу керек. Міне коллагеннің көкесі мынау. Спортсмендер мақтап жатыр. Мынау міне турмацин, елдің бәрі мақтап жатыр. Витамин Б, мынау детский міне витаминдер. Мынау мужской витамин. Псилиум, асқазандікі мынау. Мынау енді міне универсальный. Мынау енді как его, қалайша да, спрей для горла. Бұл енді вообще бомба ғой. Барлық товары Атомидың бомба. Вот сондай бизнеспен айналысу керек, который в спросе, понимаете? Который, мысалы, Кореяда неге бұл, мысалы, бұл Кореяда номер 1 ба Атоми? Бүкіл осындай үлкен конкуренцияның ішінде номер 1 болды ма? Ол Қазақстанда да, Россияда да, Америкада да. Бұл даже Японияда номер 1 қазір. Біздің СНГ-ны айтпай қойып, бұл Японияда номер 1. Ал керек болса. Вот сондай бизнеспен айналысу керек. Қазақстанда болған тем более конкуренция жоқ. Мысалы, Японияның товары тоже күшті. Мысалы айтқанда. Бірақ мынау сол жерде конкурентно способный.
көрдіңіз ба? Америкада тоже товар жақсы американский, бірақ мынау конкурентно способный ол жақта. А бізде тем более бұл, тем более. Сондықтан құрметті серіктестер, әне сок нони, шикарный сок нони анау. Мынау міне акропач деген не? Акропач деген мынау косметика. Бұл енді мынау міне микроиглы дейді ғой. Мынау мимический жерлерге нетеді міне. Мынау ішіне кіріп, терінің ішіне еріп кетеді де ішінен дейді. Мынау енді ноу-хау. Сондықтан бұл нанотехнология ғой.